Қайырлы күн. Менің аты жөнім Байқадамов Тілек Қайсарұлы. ГСВГ ГВВД ардагерлер қоғамының Жетісу облысы бойынша төрағасымын. Және де әдеп құқық жұмысы жөнінде Текелі қаласында мектепте қызмет атқарамын. Қазір әкенің мәртебесі туралы, балалардың болашағы, тәлім-тәрбие туралы көп айтылып жатыр. Бүгінгі қысқаша осы туралы сөз қозғасақ деп отырмын. Мен өзім әке рөлінде балаларыма не бердім, қалай тәрбиелеп жатырмын деген сұрақ көп келеді. 4 балам бар, 3 жиен немерем бар. Балаларды тәрбиелеуде ең басты ықпалы тигізетін де ол жанұядағы әке мен шеше. Пайыздық мөлшермен алсақ, 60-70% бала үйде тәрбие алады, 20% мектепте, бір 10% ол қоршаған ортасы дейміз. Ол балалардың өзінің кіммен араласады, достары, құрбы-құрдастары деген сияқты. Ол да балалардың тәлім-тәрбиесіне ықпалын тигізеді. Сондықтан тәртіптің өзі тәрбиенің қал-бесіктен басталады демекші. Бала үйде не көрсе, ұшқанда соны жасайды. Сондықтан үйдегі тәрбиеде, мысалы балаларымызға көп нәрсені біз уақыттың тығыздығына қарап, көңіл бөлмей кететіндей жағдайлар болып жатады. Соған қарамастан біз кішкене болса да күніне 1 сағат, 2 сағат кешкісін балаларымызбен сөйлесіп, олардың қал-жағдайларын, олардың ойларын, мектептегі қарым-қатынастары қандай екен, ұстаздармен, қоршаған ортамен қандай жаңалықтар болып жатқанын солармен сұрап, әңгімелесіп отырғанымыз өте пайдалы. Өйткені кейбір жерлерде, кездерде әке-шешенің қолы тимей баламен сөйлеспегеннен кейін бала кіммен ішіндегі ойын, өзінің толғап жүрген бір толқынысын айтатын ешкім болмай қалғаннан кейін бала тұйықтала бастайды. Сондықтан балаларымызбен әрқашан ашық сөйлесіп, солардың ойын біліп, солармен керек кезде баламен баладай болып көңіліне қарап ыңғайлануымыз керек. Өйткені бала ертең өскен кезде көп нәрсені, осы тәрбиені өмірлік ұстаным жасайды. Балаларымыздың болашағы мықты болу үшін ол тек қана бір адамның, ата-ананың ғана болмаса, мұғалімнің ғана мойнына жүктеп қою дұрыс емес. Біз қоғам болғаннан кейін, мына өзім басқарып отырған қоғамдық бірлестіктерде үлкен ардагер ағаларымызбен біз әрқашанда осы облыс бойынша аудандарда, қалаларда аралап оқушылармен кездесу өткіземіз. Оның бәрі не үшін дейсіздер ғой? Ол өте балаларымыздың, болашақ жастарымыздың патриотизмге, отан сүйгіштікке, үлкенді сыйлау, кішіге қорған болу үшін сондай мағынада, тақырыпта жақсы кездесулеріміз өтіп жатады. Бұның бәрі болашақта балаларымызға пайдасын тиеді деп ойлаймын. Мектепте де қазіргі құқық жұмысы жөніндегі маман болып жұмыс істегеннен кейін басты мақсатымыз осы балаларымыздың мектептегі тәлім-тәрбиесі. Сол жағынан да көптеген ата-аналармен, әкелермен кездесу, жиналыстарын өткізіп, ол кісілермен тығыз байланыстамыз. Өйткені әкелердің кейбір уақыты болмай қалған кезде осы мектепке жиналыс ретінде бас қосып, дөңгелек столдар өткізіп, балалармен бірге отырып, балалары әкесімен бірге отырып сөйлегенде, олар өздерінің ойын ашық айтып, өздерінің сөздерін жеткізе біледі. Мен өзім өлең жазамын, бұйырса осы кітабымда шығайын деп жатыр. Сол әкелерге деген бір өлеңімнің 2-3 жұмағымен аяқтағым келіп отыр. Сен әкесің, балаң отыр қасыңда, үлгі көрсет мына тұрған жас ұлға, әкесіне қарап бойын түзетер, сырт көздерден ұялса да басында. Әке деген асқар таудың шың басы, ақиқатым сөздерімді тыңдашы, керек кезде жұбайына жар болып, кей кездері баласының құрдасы. Әке тұйық, ашылмайды басқаға, бала үшін бұзылмайтын тас қала, істегені жасағаны бір бөлек,
бата берер қолын жайып асқада. Қалмайықшы әттең ай деп сандырып, ұлың кетсе келініңмен қаңғырып, әкелерге бағыну ол міндетің, еркек болып қалу керек мәңгілік.